Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабақ тақырыбы табиғат және менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта төтенше жағдайларда болатын сақтық ережелерін құруды үйренесіңдер. Олай болса, балалар, жаңа сабағымызды бастамай тұрып, өткен сабағымызға біраз шолу жасайық. Біз өткен сабақта Қазақстан аумағына танымал туристік нысандарды үйренген болатынбыз. Ендеше суретке назар аударып, осы суреттердің қайсысы тарихи, қайсысы табиғи нысандар екенін тауып көрейік. Және бұл қай жерде орналасқанын айтыңдар. Бірінші суретте балалар Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол Түркістан қаласында орналасқан. Екінші суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Екінші суретте Медеу мұз айдыны. Ол жақсы Алматы қаласында орналасқан. Үшінші суретте Жұмбақтас тасы. Бұл Көкшетау қаласында орналасқан. Жарайсыңдар балалар. Тамаша жауап бердіңдер. Балалар, жадыңда жүрсін. Табиғаттың берген сыйы жер, су, ауа және от. Жер бізге азық береді. Отпен жылынамыз, ауамен тыныстаймыз, сумен шөлімізді қандырамыз, алайда олардың табиғи апаттарға айналу қаупі бар екен. Балалар, келесі тапсырма суреттер сөйлейді әдісі. Суреттерге назар аударыңдар. Не көріп тұрсыңдар? Бірінші суретте, дұрыс айтасыңдар, өрт болып жатыр. Өрт адамдардың салғырттығынан кесірінен де болуы мүмкін. Болмаса, қатты күн ыстықтан да болуы мүмкін. Келесі суретте, дұрыс айтасыңдар, қатты дауыл. Дауыл ол табиғи апатқа жатады. Үшінші суретке назар аударамыз. Бұл су тасқыны. Қатты дауылдың салдарынан өзен көлдер жоғары көтеріліп су тасқыны болуы мүмкін. Бұл да табиғи апатқа жатады. Келесі төртінші суретте жер сілкінісі. Жер сілкінісі де табиғи апатқа жатады екен балалар. Келесі суретке назар аударайық. Суретке қарап, жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік ережесін құрастыр. Жер сілкінген жағдайда біз тездетіп сыртқа шығуымыз қажет. Егер сыртқа шыға алмай қалған жағдайда біз босағаға, бұрышқа, болмаса балконның табалдырығына тұрып, өз қауіпсіздігімізді сақтауымыз қажет. Сонымен қоса, терезеден шығуға, лифтімен төменгі қабатқа түсуге, шырпыны тұтатуға болмайды. Әркім өз қауіпсіздігін сақтауы қажет. Ал енді суретке қарап қатты дауыл кезіндегі қауіпсіздік ережесін құрастырайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар, дауыл бастала салысымен үйдің есік-терезесін мықтап бекіту керек. Егер үйде пеште от жанып тұратын болса, ол отты сөндіруіміз қажет. Сым электр тоғынан сымдарды ажыратуымыз қажет. Сонымен қоса үйімізде жертөле болатын болса, сол жертөледе қауіпсіз аймақта отырып күтуіміз қажет. Ал егер біз сыртта болмаса көшеде болатын болсамыз, біз жерде жатып қауіптің сейілгенін, дауылдың тоқтағанын күтуіміз қажет. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі,
кіп кішкентай ағаштар өп үлкен боп өседі. Ендеше біз бір сергіп қалсақ, келесі тапсырмаға назар аударайық. Өрт кезіндегі қауіпсіздік ережесін дәптерімізге құрастырып жазайық. Кәне балалар, қауіпсіздік ережесін жазған болсаңдар, сендерге жауаптарыңды толтыру мақсатында өрт кезіндегі іс-қимыл туралы жаднаманы есімізде сақтайық. Ал енді балалар, төтенше жағдай кезінде сақтық ережелерін дұрыс пайдалансақ, бізге ешқандай қауіп-қатер төнбейді екен. Осы ережені есімізден шығармайық. Ал енді бізге үйге тапсырма 74-75 беттерді оқып, шығармашылық